Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге асқабақ қосылған картоп дайындайтын боламыз. Ең бірінші қазанымызға майды құйып, қыздырып, етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қуырамыз. Менде етім қаттылау кішкене. Сол себепті қазір жарты кесе су құйып үстіне 10 минуттай бұқтыратын боламыз. Міне жақсылап қуырылды етіміз. Енді жарты кесе суды құямын. Одан кейін қақпағын жауып 10 минут бұқтырып аламыз. Міне 10 минутымыз өтті. Енді газдың астын өте жоғарыға қойып, суы тартылғанша тағы да қуыратын боламыз. Менде ет өте майлы, сол себепті майын аз қостым. Міне су тартылды, енді үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, тағы да жақсылап 5 минуттай қуырамыз. Пиязымыз бен етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін кішкене чеснок қосам, бір зубчик. Өте жақсы дәм береді чеснок. Енді қазір томат саламын, бір ас қасық. Томатын салып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. 5 минуттай қуырып алғаннан кейін су құйып, 1,5 кеседей су құйып, 1,5-2 кесе көз мөлшермен құйдым. Одан кейін үстіне картоптарымызды салатын боламыз. Міне картопты салдық, енді үстінен тұзын дәміне қарай қосасыздар. Тұзын салдық. Жақсылап араластырамыз енді. Араластырып, бетін жауып қоямыз. Міне мен осындай бір кішкентай асқабақты пайдаланамын. Картопымыз 10 минуттай бет жауып пісірдік. Одан кейін бетіне аскөгімізді салып, мен укропты таңдадым. Укропын салып, араластырып, 10 минуттан кейін міне асқабағын саламыз. Асқабағын салып, тағы да 15 минутқа, 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Асқабақ пен картоп міндетті түрде жасап көріңіздер. Асқабақ қосылған тамақтар өте пайдалы. Біз отбасымызбен жақсы көреміз асқабақты. Асқабақтан манты да жасаймыз, асқабақтан самса да жасаймыз. Және де осылай картопқа да қосып жиі пісіреміз. Міне тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бетіне көк пияз септім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.